бартыңыз сәлем достар. Сіздермен бүгін мен Димо және мен қасымда бүгін Нұршат. Ал бүгін біз жаяу жүріп, аяғымды шешіп, кәдімгідей жолда мыңшақ жүретін боламыз. Онда видеомызға кеттік. Бұл тез кетуі мүмкін, бірақ біз бәрібір подписчик жиналған сайын көп боламыз. Иә. Мың подписчик болып қалсаңыздар, біз 10 мың шақ жүретін боламыз. Жоқ, мынандай қотыр шотыр аяғымыз осындай. Бұш. Бізде мың шағымыз өте тез өтіп кетеді. Аяқты Нұршат түсіріп жүр, соны қанша жүрген? Не жүрші, көтет жүрші. Біз 100 шақ жүріп қойдық. Міне, көбейіп жатыр. Біз осынша мың шақ жүретін болғанымыз. Бұш. Мың шақ оңай деп қалмаңыздар. Біз жаңа аяқ кәдімгі жүріп жүрміз. Жолда тас, тола, қатты қиын. Оңай деп ойламаңыздар. Аяққа батып жатыр. Бірақ бұл да қатты қиын емес. Енді сіздер 1000 подписчик болсаңыздар, біз 10 мың шақ жүретін боламыз. Ал 10 мың подписчик болсаңыздар, вообще 100 мың шақ жүретін боламыз. Біз ойнап жатқан жоқпыз, өтірік емес. Сіздер лезде жинап тастасаңыздар, лайк пен комментария, тіпті бос уақытыңызда сіздер комментарияға қандай челлендж түсіретініңізді айтып кетіңіздер. Ой челлендж, бірақ біз істей алатын челлендж айтыңыздар. Кейін өл деп айтпаңыздар. Біз жас ютуберлер жақында кірдік ютубқа. Енді бұл ең бірінші видеомыз. Қойай. Енді не дейсің енді? Ең бірінші видеоға достарға. Давайте осыған лайк басып тіркеліп кетейік. Көрдіңіздер ме? Лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Біз кеттік енді. Жүрейік, қанша шақ болғанын көрейік. Қанша шақ болды? Қазір көрсетемін. 200-300 шақ болды. Иә. Уже біраз бар. Аяқты уже кетіп жатыр, ей-ой. Бұл жаз емес енді күз. Көктем деген. Көктем, бірақ күн шақшиып тұр. Еще қазір примерно кәдімгідей аяқ күйетіндей. Сосын қараңызшы, аяқ тасты екен. Достар, біз давай жүре берейік. Бізге көп сөйлеуді қажет жоқ. Не бар машинамен кете берейік. Денеміздің өзі қызып кетті. Енді біз жүре берейік. Отто сөйлей берейік. Енді жанымыздан адам өтпен екен ұялдық. Ұялмау үшін 1000 подписчик жинап жүріңіздер. 1000 подписчик болсаңыздар, 10 мың шақ точно жүретін боламыз. Бірақ жазда біз бөлек челлендж орындайтын боламыз. Өйткені мен ауылдан қалаға кетіп қаламын. Жол қиындап кетті, өйткені аяқтарда тастар көп. Кәдімгідей. Мені қараңыздар, жол деген қотыр. Тас көп болғанымен кайф екен. Бұш. Мұздар, е? Аяқта ағаштар болғаннан кейін оншағы жорға. Ыстық емес. Бағана күйіп кеп жатыр. Қоямыз жүре берейік. Аяқтар бағана досым ұялып, ишақ әңгімелегеннен өшіріп қойдық. Видеоны күлкілік болу үшін прикол ұстап тұрамыз енді. Сәл басым. Сіздер комментарияға жазған челленджді точно орындаймыз. Давайте осыны. Осы видеоны көтеріп жіберейік. Менің арнама, Нұршаттың да арнасына тіркеліп кетейік. Мен адам ертең енді
Енді жақында видео шығады. Видео саламыз енді екеуміз. Екінші арна сол. Екінші арна Димода. Емес, жүрмейін болды. Жай, Димода емес енді. Димо емес аты. Бірақ Дидар ғой негізі. Жай приколға Димон ғой. Достар, біз кете берейік деп қойын аяқтан мынандай жер шығады ғой, ёп, ашамайды. Аяғымыз ауыратын болды. Баш! О май гад. Қазақтан бәрібір газель деп жатыр. Соны жүре берейік тез-тез. Бұл қаяқ десеңіздер, Сарыағаш жақ. Сарыағаш танымайтындар да бар. Түркістан облысында тұрамыз. Түркістан облысы, Ошақты облысы, Ошақты ауылы десеңіздер шығады. Біз үш арқадан газельге батыр. Қаш! Біз ауылдан шыққан енді ешуге болайын деп. Жүгір. Жүгіреміз. 9 шақ болып қалды біздікі. Жас көреміз. Жағымды соңғыда. Тоқтай тұр. Комментарияға Десе жүрейік. қандай челлендж орындайтыныңызды айтып кетіңіздер. Арқадан бір дөп фура еп отыр. Ой, аяқ қалмады. Шақты көрейік. Андышық боқыпты. Міне 982. Қазір бітеміз уже. Жайлап бітейін жатыр. Аяқ ол, ё-май. Мынау Димонның үйі. Ау, давай. Менің үйім. Қанша шак болды? 1015. 1015 шак болды, достар. Біз уже видеоны бітірдік. Давай. Комментарияға жазып кетіңіздерші. Біз енді тағы да қандай челленджер орындайық? Соны жазып кетіңіздер. Біз ауылдамыз. Арық туралы да болады. Иә, саламыздар.